Общий фотоға тұрып қойсаңыздар, общий фотоға. Фотоға. Мынакей достор, бүгін Тоқтоғұл шаарында Биримқулов мектебінде Афган соғыш ардагерлери, Тоқтоғулдун Афган соғыш ардагерлери волейбол, стол тенниси жана шахмат ойындары өткөрүп жатат. Буюрса ачылышы болуп өттү. Мынакей Камбаратадан командалар келип. По месту проведения немелер өтіп атат регистрациялардагы. Ассаламу алейкум. Бүгін ойын қандай өтіп атат? Өзіңіз таныштырып, қаяқтан келдіңіз? Жетіген айынан келіпсіз атайын бұл жаққа. Алейкум ассалам. Бүгінгі ойын жақсы. Şu Жетіген айынан келдік. Şu ойынға қатысып кетейік деп. Әлбетте жоғарғы деңгейде өтіп атат. Мынакей, бұл жақта ойын қызып атат. Сонда екен, мамырға түшкен болған, елдарлармен қармашат кеміз. Ойын қандай өтті? Жақсы өтті. Үшті ойыншымен қармаштым. Қанша болды? 2-0 ұтылып қалды. Башқасымен әрекет бар. Елді қалайыз? Мынакей бұл жақта ұлы буындағы жігіт менен бұл жақта жаш ойыншылар. Жаш ойыншылар да келіп, қыздар да келіп қатысып отады. Ойын бұйырса жаңадан қызый баштады. Бұчалып. Ақырынан. Ай, молодец. Саша. Молодец. Мына бүгін Советтік армияның оған жергезінен шығарылғанына 32 жыл мерекесіне арналып волейбол, балдар қыстар, теннис жана шахмат бойынша турнир өткізіп жатабыз. Бұл традиционный жылда өткізілуші турнир. Мына азыр волейбол бойынша 17 команда келді. Кеше қыздардыкын бүтүрдүк. Мына балдар ойнап атышат, 2 группаға бөлініп. Бұл жерде теннисте отырабыз. Теннисте мына күчтүү адамдар келген екен. Ойын жүрүп атат. Волейбол бойынша биздин мектеп окуучулар арасында өскөн балдар азыркы убакта Бишкек шаарында Кыргызстандын группалама командасында жана клубтарда ойнап аткан балдар мына азыр келип бизге 3-4 команда болуп ойнап атышат, ойын жүрүп атат. Буюрса бүгүн эртең 2 күн болот биздин турнирибиз. Бизден калыбыбыз жашнакай өчүндебиз, травмасы жок. Калыстар тобун Токтогул райондук балдар спорт мектебинин жамааты өткүзүп жатышат. Тактык болот деп ойлойм. Чемпиондор утsun, күчтүүлөр утsun. Ойын бат oldu mı? Bu жақtan Татулпадан 2 менен Мамыр Ағай. Татулпадан 3 менен Нұрлан.
Жақсы ойын болды. Bugün kızık dolu oldu yine.